Баршаңызға сәлем достар, бүгін біз өте дәмді сүзбелі чизкейк дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ сары май мен қантты салып, шанышқының көмегімен араластырамыз. Сосын үстіне жұмыртқа қосып, тағы да араластырамыз. Електің ішінде ұн мен қопсытқышты араластырамыз. Сосын сұйық массамызға ұнды массаны қоса отырып, бірінші шанышқының көмегімен, сосын өзіміздің қолымыздың көмегімен жұмсақ, қолымызға жабыспайтындай қамыр илейміз. Дайын қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігін алып, астыңғы қабатын жақсылап жайып шығамыз қолымыздың көмегімен. Ал екінші бөлігін жанына қолданамыз. Бір тегіс болу үшін шанышқымен тегістеп шығамыз. Формамызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе, қант, жұмыртқа, қаймақ керек болады. Барлығын қосып, блендердің көмегімен еземіз, немесе шанышқымен еземіз. Бізде ең бастысы түйіртек қалмауы тиіс. Бізде бір келкі масса пайда болу керек. Тоңазытқыштан шыққан қамырымыздың үстіне салмамызды салып, бір келге етіп жаямыз. Бетіне қаламызша жеміс-жидек салуға болады. 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Сүзбелі чизкейгіміз піскен соң толықтай суытамыз, сосын барып кесеміз. Біздің өте дәмді, жұмсақ чизкейгіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Раушан.